Баршаңызға сәлем. Бүгін өте оңай әрі өте дәмді болып шығатын восточный пирогын жасаймыз. Бір жерлерде бұны восточная корзина деп те атайды. Жасап көріңіздер. Бұны қайнатпалы сүтпен және де мейіз жаңғақпен жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға қантпен бір жұмыртқаны салып араластырамыз. Мен венчикпен араластырып шықтым. Одан соң бөлме температурасындағы сары майды салып жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ұн мен қопсытқыш екеуін жақсылап араластырып, осы майлы массамызға електен өткізіп салып қамырды илейміз. Алдымен қасықпен, одан кейін қолмен илеп алдым. Қамырымыз осылай оңай ғана жасалады. 5 минутқа пакетке салып қоямыз. Оған дейін мейізді жуып, тазалап, және грек жаңғағын тазалап, ішіне ешқандай артық бөліктері кетіп қалмасын, себебі жеген кезде қатты болып қалады. Майдалап, кесіп алдым. Кез келген формаға қамырды жайып шығамыз. Менде форма 28 см, 26 см болса да бола береді, болмаса басқа қалыпқа жасасаңыз да болады. Пісу барысында қамырымыз көтерілмес үшін шанышқымен тесіп шықтым. Үстіне мейіз және де грек жаңғағын салып, үстіне сгущенка, яғни қайнатпалы сүтімізді құйып шығамыз. Қайнатпалы сүтіңіз неғұрлым сапалы болғаны жөн, соғұрлым ол дәмді болып шығады. Мен Три желанияның сгущенкасын қолдандым, болмаса Ресей елінің сгущенкаларын пайдалансаңыздар болады. Осы уақытта пешті 180 градусқа көтеріп, осы пирогымызды 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Қамыры өте жұмсақ болып шығады. Суытып барып кессеңіз, пышағыңызға осы піскен сгущенка жабыспайтын болады. Дәмі өте керемет шығады. Келесі күні жесеңіздерде өте балғын дәмді, қазір ғана піскендей дәм шығып тұрады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Егерде осы рецепт ұнап жатырса, лайк басыңыздар. Келесте басқа да рецепттер болады. Келесте қандай рецепттер қалайсыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде сіздерді оқитын боламын. Сау болыңыз.